Құрметті менің көрермендерім, сіздермен бірге бүгін Бақытжан Ермековна эфирде. Мен сіздерге қонақ келгенде әрі тез, әрі шапшаң дайындалатын кішкене көкөніспен колбаса, сыр қосып, көкөніс қосып дайындалатын салаттың түрін көрсетемін. Әрі тез, әрі шапшаң. Ал кеттік, бастаймыз. Бірінші аламыз, мынандай тарелкамызға мінекей шағындап, осыны мөлшерлеп саламыз. Бірінші қайсынан бастасақ та бола береді бәрі. Мына колбасаның бір 150 грамм колбаса болса жетеді бұған. 150 грамм колбаса, 150 грамм сыр, бір помидор, бір қияр жетіп жатыр. Бір порциясына. Мен сіздерге қазір нені көрсетейін. Өте әдемі, дәмді болады. Ұялмайсыздар қонаққа келгенде, қонаққа салсаңыздар алдына қойғанға да. Қиярымыз жуылған, дайын қиярымыз. Бұнда ұзын-ұзын қылып көрейміз, шағындап, әдемілеп. Енді үшінші помидорымызды. Помидордың су ақпаш үшін су. Ішіндегі суын бұлай алып тастаймыз. Қасықпен ойып алып тастаймыз ішіндегі суын кішкене. Мына жерге сыр, міне көкөніс саламыз. Көкөнісіміз дайын тұр, мінекей. Көкөніс и сырды қоямыз ана жерге. Сырменен бітеді қазір бәрі бітіріп қалдығы жүрді. Енді майонезді қосамыз, ортасын әдемілеп шыға келеді неміз салатымыз. Міне қараңыздар. Міне ортасына майонезді бұлай өрнектеп қоямыз. Міне өте әдемі болып шықты. Енді араластырамыз. Қандай болған салатымыздың түрін көресіздер. Қандай болды екен. Айбат па? Кел ғой, сен де көрші, Медина. Дәмін көріңдер, қандай апаларың сендерге салат жасаған. Мә. Тәтті мекен, Айбат па? Ұнады ма? Міне мен салатым. Құрметті менің көрермендерім, салатым сіздермен болған Бақытжан Ермековна. Салатым ұнаса, маған жазылыңыздар.